Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Қосаева Райхан Балтабайқызы. Номер 10 дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернаты директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымын. Сіз облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Әрине, біз облысымызда жүріп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында өткізіліп жатқан шаралардан хабардар болып отырамыз. Облыстық білім басқармасында өткізілген жиналыстарға қатысып, сол жерден мәліметтер алып танысып отырамыз. Сондай-ақ білім беру ұйымдарына жыл сайын облыстық білім басқармасынан келетін кешенді жоспарлар арқылы да көп мәлімет алуға болады. Қандай жерде және қандай көздерден хабардарсыз? Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды білу әрбір Қазақстан азаматының міндеті. Соның ішінде ең бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте басшылыққа алынатын құжат ол әрине 2015 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясы. Міне осы стратегияда мемлекет пен қоғамның тығыз байланыс орнатқан жағдайда ғана сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресте тиімді жұмыстар жүргізілетіні анық айтылған. Сондай-ақ елбасының әрбір жолдауында да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті мейлінше тиімді жүргізу айтылып отырылады. Сіз жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ма және қанағаттанасыз ба? Әрине, облысымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту барысында атқарылып жатқан жұмыстарға көңіліміз әбден толады деуге болады. Соның ішінде білім саласына қатысты айтар болсам, жыл сайын бірнеше рет сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бірыңғай оқу сағаттары жүргізіліп отырады. Бұл әрине оқушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы теріс сананы қалыптастыруда, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда өзінің тиімді нәтижесін беретін жұмыстар деп ойлаймын. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және оның алдын алуда қандай шаралар тиімді деп ойлайсыз? Жалпы сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу барысында жасалатын әрбір шара тиімді деп ойлаймын. Соның ішінде біздің қоғамымызда сыбайлас жемқорлыққа деген теріс сана қалыптасса, ең алдымен жас ұрпақтың бойында сыбайлас жемқорлыққа мәдениетін деңгейін көтеру үшін теріс сана қалыптастыру қажет. Сондай-ақ әрине мекеме басшылары әрбір қызметкерді қызметке қабылдау барысында заңға сәйкес әрекет жасаса, бюджет қаржысын тиімді және мақсатты түрде пайдаланса, міне осындай шаралар өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Сіз сыбайлас жемқорлық көрінісімен өміріңізде кездестіңіз бе, немесе соның куәсі болдыңыз ба? Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық туралы жан-жақты айтылып жатады. Біз әрине оны көбінесе бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп көріп біліп отырамыз. Дегенмен осы уақытқа дейін мен сыбайлас жемқорлықтың көрінісімен ешқандай куә болған жоқпын және кездескен жоқпын.